Техногатия Сулейменов шақырады. Төреханова, Казахстан. Алина Нарбаева шақырса, Қазақстан. Әр бала жарық жұлдыз. Бірақ сол жұлдыздың жарық беруі ұстаздың шеберлігі мен мейіріміне байланысты. Дарынды балалармен жұмыс бұл жай ғана үйірме, не конкурс емес. Бұл бала жүрегін, ішкі мүмкіндігін көріп, соған қанат бітіру. Бұл үлкен жауапкершілік. Сезім мен жан жылуын талап ететін жүйелі тәрбие процесі. Осы видеода біз дарынды оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысының бағыттары мен тәжірибелік жолдарын қарастырамыз. Дарынды бала дегеніміз кім? Дарындылық бұл жаратушының ерекше сыйы. Ол баланың ойлау, сезіну, қабылдау қабілеттерінің жоғары деңгейде болуы. Бірақ дарындылық бір ғана үлгеріммен шектелмейді. Бір бала өлең жазуға шебер, екіншісі формулаларды тез есте сақтайды, ал үшінші бала ұйымдастырушылыққа бейім. Осы айырмашылықты көре білу тәрбиешінің, яғни педагогтың басты міндеті. Әр дарынды бала өз алдына жеке тұлға, сондықтан оларға арналған тәрбие жүйесі де дара, мақсатты, әрі икемді болуы шарт. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз дарынды балалармен жұмыс жасау барысында ұйымдастырылатын тәрбие жоспарында негізге алынатын бірнеше бағыттар туралы сөз ететін боламыз. Бірінші, бұл бізде интеллектуалдық тәрбие. Бұл бағытта олимпиадалар, ғылыми жобалар, дебаттар ұйымдастырылып, оқушының ойлау қабілеті арттырылады. Мысалы, біз ой-сана интеллектуалды клубын айта аламыз. Ол клуб дарынды оқушылардың білімге деген құштарлығын арттырады. Келесі бізде тәрбиенің түрі бұл эстетикалық тәрбие деп аталады. Эстетикалық тәрбие сурет, музыка, театр, яғни баланың бойындағы шығармашылық қабілеттердің ашылуына мүмкіндік береді. Келесі бұл бізде маңызды бағыттардың бірі бұл әрине рухани адамгершілік тәрбие. Рухани адамгершілік тәрбие бұл сіздер барлығыңыз білетіндей дарынды баланың ішкі дүниесі өте нәзік келеді. Сондықтан мейірімділік, адалдық, жауапкершілік, құрмет сияқты құндылықтарды қалыптастыру баланың бойына аса маңызды. Келесі бізде бұл патриоттық тәрбие, яғни туған елге деген сүйіспеншілік, батырлар туралы естеліктер, тарихи жобалар оқушының ұлттық рухын көтеруге ат салысу. Келесі бізде бұл көшбасшылық тұлғаны дамыту, яғни тренингтар, өзін-өзі басқару, ұйымдары, пікірсайыс, дарынды баланың өз-өзіне деген сенімін арттыру болып табылады. Келесі бізде соңғы бағыттардың бірі бұл қоғамдық белсенділік. Қайырымдылық акциялары арқылы олар қоғаммен араласуға бейімделеді. Яғни қоғамдағы белсенділік дарынды балалар қоғамда белсенді болуға, барынша белсенді етіп тәрбиелеуге негізі тырысу керек. Бізде дарынды балалармен жұмыс жасаудағы негізгі 6 бағыт осы. Дарынды балалар болашағымыздың жарқын жұлдыздары. Алайда олардың барлығы өз жетістігін бірден үлкен жетістік деп қабылдай бермейді. Бұл тәрбиелік жұмыстың маңызды тұсы. Сіздер халықаралық білім олимпиадасында Қазақстан атынан керемет нәтиже көрсеттіңіздер. Қандай сезімдесіздер? Алған әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Ешқандай әсер жоқ. Қалайша, сіздер Қазақстанда бұрын соңды болмаған жетістікке жеттіңіздер. Қалай сіздердің әсерлеріңіз жоқ? Біз ерекше ештеңе жасаған жоқпыз ғой. Бұл жай ғана медаль. Әрине, бұл жетістікке жету үшін қаншама еңбек еттіңіздер. Қалай ойлайсыздар? Сіздер басты мақсаттарыңызға жеттіңіздер ме? Тұлғаның өзін-өзі бағалауы, сенімділігі бірден қалыптаспайды. Педагог баланың ішкі әлеуетін ашуға, жетістікке жеткен әр қадамын бағалауға үйретуі керек. Бұл тәрбиенің теориялық негіздерінің бірі. Тұлғалық бағдарлы бағыттың көрінісі. Мұндай сәттерде қолдау мен жылы сөз ең үлкен мотивация. Тәрбие баланың өзін табуына бағыт беру. Жетістікке жету үшін қаншама еңбек еттіңіздер. Қалай ойлайсыздар? Сіздер басты мақсаттарыңызға жеттіңіздер ме? Бұл тек бастамасы. Тәрбие жұмысы жай мотивация емес.
Ол ұзақ мерзімді бағытталған жүйе, және бұл жүйе баланың ішкі әлеуетін ашуға жұмыс істеуі тиіс. Тәрбие бұл жүректен жүрекке жол салу, ал дарынды баланың жүрегіне жол табу үлкен өнер. Бұл өнерді игеру болашақ ұстаз ретінде біздің парызымыз. Бүгінгі ұрпақ ертеңгі ел тірегі. Сондықтан әрбір дарынды баланың қанатын қатайту біздің ең басты міндетіміз.